Ассалаумағалейкум, қадірменді кілем жуу қауым. Міне бүгін біз Шу қаласы, Төле би ауылы, елді мекеніне келіп жеттік. Бүгінгі кілем жууды дұрыс үйренейік тақырыбына жақсы бір видео түсіреміз. Стамбул кілем жуу орталығы. Бүгінгі видеомыз қазақша өтеді. Көптеген кілем жуу қазақша сөйлейтін жігіттер ренжиді. Ербол қазақша видео түсірмейді деп. Онда айта кетейін, біздің екі каналымыз бар, YouTube каналымыз. Біреу қазақша, біреу орысша. Және мынау отандық Карпакс өнімі Қазақстанда түрік ағайындармен бірге шығып жатқан. Бұл тек қана Қазақстанға сатылмайды. Бұл Ресей, Украина, Өзбекстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Грузия, Армения және де мынау Европада, Германияда біздің сол жерде де фирмамыз бар. Германиядан ары қарай Францияға, Бельгияға, Испанияға, сол мемлекеттерге де кетеді. Сондықтан енді ағылшынша сөйлемесек те екі каналды жүргізуге тырысамыз. Біреу орысша, біреу қазақша. Сондықтан біздің орысша каналды көріп жатқан қазақ ағайын бауырлар Ерекең тек қана қазақша, тек қана орысша сөйлейді деп ренжімесін. Ал енді Әлеке, сізбен бірінші танысып өтейік. Есіміңіз? Абуталип болады. Кім? Абуталип. Абуталип. Мен Ербол. Осы ауылдың тұрғынымын. Кіндіп қаным тамған, осы жерде өскен, өзім де осы Төле би ауылының тұрғынымын. Енді бірақ үлкен қалаға көшіп кеттік осыдан 20-25 жыл бұрын. Бірақ дегенмен де осы ауыл өзімізге ыстық. Ал енді Әлекеңнің шақыруымен келіп отырып, мына жердегі кілеміміз синтетикалық кілем. Дұрыс па, Әлеке? Синтетика. Бұл енді ауылға қатты кір кілемге жетеді ма, или орташа кір кілемге жетеді ма? Қатты кір ғой. Қатты кір деп айтуға болады. Енді видеоға қатты түспейді. Ең мына жерде неше түрлі кір кілемдер бар. Біз ең кірін таңдап алуға тырыстық. Өйткені мына жерде ақ оюлар бар. Ақ оюлар кір көзге тез түседі. Енді камера бұны әдемі қылып көрсетеді, сондықтан кір қатты түспеген. Қаласаңыз, одан да кір кілемді, міне қатты кір мынау. Қаласаңыздар, одан да қатты кір кілемді таңдап алсақ та болады. Бүгін осы жерге келіп, жігіттерге дұрыс түрік ағайындардың 40-50 жыл бұрын бұлар енді кәсіпті, кілем жуу кәсібін бізден бірінші бастады ғой, түріктер. Сондықтан біз түрік ағайындардан үйренеміз дұрыс кілем жуудың методикасын. Бүгін бізде Карпакс шампуны Актив F7 міне, және дақ кетіргіш форса, және бүгін мен өзімен бірге ала келдім Экстрим деп көп жерлерде айтып жүрген ағартқышымыз. Орысшасы, яғни отбеливатель. Дұрыс қой? Әлеке, мына жерде сізде 120 литр, дұрыс па? 120 литр суыңыз бар. Бұл жерге қанша литр Актив F7 қосасыздар? 2 литр. 2 литр, яғни 60 литрға 1 литр қосқандай болады. Жарайды, біз 60 литр суға 1 литр Актив F7 шампунь қосаймыз, және жарты литр Экстрим қосаймыз. Мына жерде 60 литр болғандықтан, онда біз 1 литр Экстрим қосамыз, дұрыс па? Ал жігіттер, мынау ыдысыңыз қанша грамм? Ровно литр ғой. Ровно 1 литр, е? Толтырмаса. Жақсы. 1 литр қосамыз, өйткені біздің суымыз ана жердегі 120 литр. Жігіттер, қарап тұрмайық, мына кілемді сулай берейік. Скребоктарың бар, е? Жақсы. Осыны қосамыз. Басында 2 литр шампунымыз қостық. Енді ол видеоға түскен жоқ. Кілем жууды білетін жігіттер енді өздері біліп отыр. Енді күректің сабымен Экстрим отбеливатель қосылған бөшкеге темір тимеу керек. Бұны күректің сабымен ғана араластырамыз. Темір тигізмейміз. Өйткені отбеливательдің ішінде реакция болады темірімен тиген кезде. 20-30 секунд ары бері айналып жүреміз. Енді кремімізді жақсылап сулаймыз. Ал креміміз суланды, в принципе суланды. Енді ең үлкен жіберетін қателікті мен сіздерге айтайын. Ең үлкен қателік. Мен осыдан бір 3-4 жыл бұрын Ресейде Чеченстан мемлекетіне барып, өзім скребок деген не екенін көрсеткем. Мен тек қана чеченстан емес, бәр жақта осы видеоға қосам. Сол чечен жігіттерге мен өте риза болдым. Сол кезде мен айтып кеткем, менің айтқанымды бұлжытпай орындап, шалғының сабын сал деп айтам мен көбінесе. Мынау күректің сабы. Бұл күректің сабы, мына қара. Қысқа болады,
жерге түсір. Қысқа болғандықтан жігіттер скребокпен жұмыс істегісі келмейді, ерінеді. Өйткені белдер ауырады, итерген кезде қолдары да ұзаққа жетпейді. Сондықтан бұл жерге шалғын сабын саламыз. Сол видеоны мен қосам. Чеченстанда өте риза болдым чечен жігіттерге. Енді мықты жұмыс істеп жатыр. Енді ең үлкен қателік қай жерде? Көбісі ерінеді. Мына суды қазір шаштық. Мына көлкілдеп тұр қазір. Қараңдар. Бассаң, қара, шылқылдап тұр. Дұрыс па, Әлеке? Шылқылдап тұр. Енді біз мынаның үстіне шампунды құятын болсақ, шампун жерге ағып кетеді. Сондықтан біз не істейміз? Скребоктың көмегімен мүмкіншіліксе, бұрында мен 50% деп айтатым, қазір 50 емес. Толығымен қаншалықты біз аламыз, сол судың бәрін итеріп шығарып тастаймыз. Ал давай бастаймыз. Енді біз кішкене тұрған кезде мына су ағып кеткен шығар. Ана, қараңыз, мына артық суның бәрі. Бұл шампунның күшін 4-5 есеге дейін түсіріп тастайды. Одан кейін сіздер ренжисіздер, шампун көпірмей жатыр, шампун дұрыс кірді алмай жатыр, карпакс бұрынғыдай емес деген сияқты. Жоқ, карпакс сол бұрынғыдай-ақ. Сіздер мына кремнің ішіндегі суын алмағандықтан мүмкіншіліксе Әлеке көбірек басамыз. Енді кейбіреулер бүйтіп айтады. Мына суды алып тастаған кезде шампун көпірмейді деп. Ол не деген сөз? Бұл крем қалың деген сөз. Шампун жеткіліксіз деген сөз. Біз 1 квадратқа 1 литр деп орташа есеппен айтамыз. 6 квадратқа 6 литр су. Ал енді сіздің креміңіз қалың болса, қатты кір болса, ішіне май төгілген болса, бұл кремге демек шампунымызды 1 емес 1,5 литр қосамыз. Оны қайдан түсеміз? Кремнің бетіндегі көбіктің толқын ротор өтіп кеткен кезде 3-4 сантиметр болғанға да қараймыз. 3 сантиметрден төмен болатын болса, онда қосымша тағы да біз шампун шашамыз. Жеткіліксіз деген сөз. Тамақтың тұзын қалай қосамыз? Жасап жатқан тамағымызға байланысты. Мысалы, күріш жасап жатсақ, палау жасап жатсақ, тұзын көбірек қосамыз. Бағана сорпа жасап жатсақ, тұзын азырақ қосамыз деген сияқты. Әр кремге де шампун өзі орташа есеппен 1 литрдің ар жақ бер жағында. Мына шейге деген кремдер болады, қалың кремдер. Олар мысалы қалыңдығы мына кремге қарағанда 3-4 есе қалың болады. Оларға яғни 2,5-3 литрге дейін раствор құю керек, шампун құю керек лейкамен. Сол үшін бағана мен суын алып тастамаймын. Алып тастасам шампунның көпірмей қалады деген ол бағана қате ұғым. Ал жігіттер, мынау креміміз қанша квадрат? Қанша? 6 квадрат, 2-3. Бұған біз орташа есеппен 6 литр құямыз. Ал бастайық. Мына лейкамыз 6 литр, дұрыс па? Енді Али, жоғар жағынан бастап қоямыз, всегда жоғар жағынан. Төмен жағына аз қоямыз. Неге? Өйткені жоғар жағындағы раствор төменге қарай ол бір келікті өзі ағып барады. Енді мына экстрим деген ағартқыш отбеливательді не үшін қосамыз? Оны айта кетейін. Бүкіл кремдерге қосудың қажет жоқ. Негізі профессионал жұмыс істейтін болсақ. Бұл мына ескі кремдерге қосқан дұрыс. Өйткені жаңа кілемді жуған кезде кірі келсе, жаңа кілем таптаза, әппақ, жап-жаңа болып шыға келеді. Ал ескі кілемдер қанша жусақ та, кірі қаншалықтан жақсы кетсе де, орысша айтқанда износ деген нәрсе бар. Ер адамдар біледі, джинсы киген кезде, ескіріп кеткен кезде, қанша жусаң да мына жері кір сияқты, ескі сияқты болып көрініп тұрады. Сондықтан бағана кілем өткізген келіншектер кілемдерін алып келгенде, қабылдағанда таза кілемді көріп, көңілдері толмайды. Бір кірі ашылмаған деп ойлайды. Негізі кірі ашылған, ал кілем ескіріп кеткенден кірі ашылмаған сияқты болып көрінеді. Сондықтан біз экстримді қосамыз. 60 литрға жарты литр, ал 120 литрға 1 литр. Ал жігіттер бастайық. Мына щетка біздің щетка ма, қара щетка? 100 микрон. Өте керемет, өте керемет. Жоғар жағынан бастаймыз. Жоғар жағынан. Әлеке, жоғар жағынан бастайық. Видеоны қатты ұзатпау үшін мен тоқтатып түсірем. Мына жерден байқап жатсыздар, міне экстрим кимей жатып жұмыс істеп жатыр, міне. Кимей жатып. Видеоны кішкене тоқтатайын. Көбіктің биіктігін қараңыздар, өте жеткілікті. Неге? Кілеміміз қатты қалың емес, біріншіден. Екіншіден өте кір, сондықтан 1 литр болған жетті. Ал енді кілеміміз қалың болып, кіріміз қатты кір болатын болса, 1 литр мүмкін жеткіліксіз болып қалатын еді. Көбігімізде 3-4 см биіктікке көтерілмей қалатын еді. Сондықтан біз көбіктің биіктігіне қарамыз. Тамақ пісірген кезде ашшылар тамақтың қазанның астындағы отқа қарайды. Қаншалықты от жеткіліксіз. Сол сияқты бізде отқа қарағандай шампунның қаншалықты жақсы жұмыс істемей жатқанын білу үшін көбіктің биіктігіне қараймыз. Көбіктің биіктігі
мына толқын өткен жерде көбіктің биіктігі қанша сантиметр деп ойлайсыз? Қанша сантиметр көбіктің биіктігі бар деп ойлайсыңдар? Қол толқын өткен жерде. 3-4. Нағыз жақсы жұмыс істеп жатыр деп айтуға болады. Дұрыс па Әлеке? Байқалып жатыр ма? Маған жеткілікті. Бұған құюдың қажеті жоқ. Ал енді көбік 3 сантиметр, 4 сантиметрге жетпей қалса, онда 1 литр шампунь шашып жібергенде пайда бар. Шашып жіберуге болады. Ондай жерде шампуньды үнемдеудің қажеті жоқ. Міне қараңыздар. Көбік болған жер өте жақсы көтеріліп жатыр. Өте жақсы көтерілді. Ал енді тағы да бұл жерде сапалы кілем жуу үшін тағы да бірнеше фактордың бір факторы 6 квадрат кілемді біз орташа 6 минут жууымыз керек. Кезінде мен жарты минут деп айтатын едім 1 квадратқа кететін уақытымыз. Енді мен қазір бұны 6 минут деп шығардым. Неге? Өйткені мен жарты минут деп айтсам, көбісі оны қатты не қылмайды, мән бермейді. Сондықтан ал осындай кір кілемдерді әр квадратына жұмсалатын уақытымыз 1 минут. 6 квадратқа 6 минут, яғни 4-те 6 кілеміміз болатын болса 24 квадрат, оларды 24 минут жууымыз керек. Бұл енді қатты кір кілемдерге айтылған мәселе. Ал енді орташа кір болатын болса 1 квадратқа жұмсалатын уақытымыз жарты минут. Енді оны өздеріңіз есептеп көбейтіп отырасыз квадратына уақытты. Сол кезде бағана кілеміңіз өте жақсы жуылады. Көбікті байқаватсыздар. Бұл кілем Active F7 отандық өніммен жуылып жатыр. Және қосымша қосылған экстрим ағартқышы. Экстрим ағартқышын жүн кілемдерге мүлдем қолданбаған дұрыс, бірақ қолданып жатқанда жігіттер бар екен. Мен қорқам жүн кілемдердің краскасы ағып кетеді. Сондықтан сіздерге бұны ұсынбаймын. Енді біреулер рисковать етіп қолданып жатыр. Еш нәрседе ағып жатқан жоқ дейді. Енді өздеріңіз көріңіздер, ол жауапкершілікті біз енді бір фирма болғандықтан өз мойнымызға алғанымыз дұрыс болмайды. Сондықтан біз дұрысын айтамыз әрқашанда. Көбіктің қоюлығын қараңыздар, қалай жұмыс істеп жатыр. Суын алмағанда бүкіл шампуньның күші азайып кетеді, біріншіден. Екіншіден, артық су, артық шампуньды сыртқа ағызып жібереді жерге қарай. Кілемнің суының алғанның өзінде қараңыз, қаншама шампунь жерге ағып жатқан біз көріп жатыр. Дұрыс па жігіттер? Ал енді біз суды алмағанда, онда мүлдем шампуньның күші қалмай қалатын еді. Міне осылай. Алиге, неше минут болды жуып жатқанымызға? 5 минут. 5 минут болды. Бұнда қатты кір кілемдерді бағана айтқандай 1 квадратқа 1 минут уақыт жұмсаймыз. 6 минут. Тағы да 1 минут өте кетейік. 1 минутымыз қалды. Кішкене сабыр етіп жуайық. Көбіктің кереметтігіне қараңыздар. Өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Өте керемет. Міне, отандық өнім деп ауызды толтырып айтуға тұрарлықтай осындай бір өнім шығардық. Міне, қазақтар боп, түріктер боп, түрік ағайындармен бұны енді бетке ұстар сапа деп міне Европаға беріп жатыр. Европаға сатып жатыр. Бұл бүкіл халыққа қуаныш деп айтам. Бүкіл халыққа қуаныш болатындай міне сапа. Ал 5 минут, 6 минутымыз өтті. Енді әлеге тағы да бір айта кететін мәселе. Кейбір кезде кейбір кілемдерге 6 минуттың өзі жеткіліксіз болып қалуы мүмкін. Бірақ енді кілемді жуа бермейміз ғой, қатты кір екен деп. Ол да дұрыс емес, жігіттер көбісі ренжиді, еркін деп жұмысымызды қиындатып кетеді депші. Бұндай кейбір кезде қатты кір кілем болатын болса, бұл кілемді орап, жігіттер, орандар, көбігімен бірге орап, ар жақтан бері қарай ораймыз, бер жақтан ары қарай ма? Орап 10-15-20 минутке қоп қойғанымыз дұрыс. Бірақ барлық кілемдер емес. Ол кезде уақытты жоғалтпаймыз, басқа бір кілемді төсейміз. Ең кір кілемді шығарыңдаршы жігіттер. Ол ақ кілем екен. Мынау кілем қатты кір екен. Мынау синтетика. Қатты кір екен. Мына төсе жерге. Осындай бір екі кілем жуам дегенше, ана кілеміміз қазір замачиваться етіп тұра береді. Қазір мына видеоны көріп жатқан кейбір критик жігіттер айтады: ой, мына шампуньға бүйтіп қоп қоятын болсақ, уақыт кетеді деп. Ешқандай да уақыт кетпейді. Мынау ешкімге мешать етіп жатқан жоқ. Ешкімге зияны жоқ. Мына жерде 10-15 минут тұра берсін, бір екі кілем жуғанға дейін. Енді барлық кілемдерде емес, бұл қатты, өте қатты кір кілемдерде. Суымыз шашайық бағанағыдай. Мына кілемімізде 4 квадрат екен. 100 микрон қатты щеткамен жуып жатырық. Бұл да біздің щеткамыз. Енді біз басына 80 микрон
ұсынатынбыз. Бірақ мына клем жуатын жігіттер солардың сұранысымен 90 микрон, 100 микрон деген соң, мына Түркиядан біз 100 микронды алып келуге тура келді. Енді бізде пайдасын түсініп жатырмыз. Сіздердің арқаларыңызда бізде үйреніп жатырмыз кейбір нәрселерді. Қараңызшы, мына кірді қалай ашып жатқанын. Енді моментально ағартып жіберіп жатыр. Бұл енді екінші кілеміміз. Бағана бірінші кілеміміз ар жақта тұр, уже 5 минут болды тұрғанына. Енді үшінші тағы да бір кілемді жуамыз. Кішкене сабырлықпен видеоны жақсылап соңына дейін көрсеңіздер, қазақша YouTube каналымызға жазылыңыздар. Бұл видеода тек қана реклама емес, сіздерге пайдалы мәліметтер, ақпараттар, осындай практикалық жұмыстар жүргізіліп, бөлісіліп отырады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, каналымызға жазылып қойыңыздар. Астына комментарий жазсаңыздар болады, лайк қойсаңыздар болады, дизлайк та қойсаңыздар болады. Бәріне ризамыз. Көбік қарайғанын байқадыңдар ма? Көбік қарайды ма? Қарайды. Бұл не деген сөз? Кір бетіне шығып жатыр деген сөз. Дұрыс па? Көбіктің қоюлығын байқадың ба? 4 сантиметрден жоғары болып кетті. Шампунь, яғни өте жақсы жұмыс істеп жатыр деген сөз. Дұрыс. Міне. Енді бір 4 минут өтті. Алеке, 4 минут өтті. Бұл кілемді де орап, бір 5-10 минутқа оқып қойсақ болады. Енді қазір көріп отқан жігіттер айтады, Ербол кеп жұмысымызды қиындатып кетті деп. Жоқ, олай емес. Біз бұны орап қойып қойғанда ешқандай уақыт жоғалтпаймыз. Ол уақытта оралып, сіңіп, кірі езіліп тұрғанда біз басқа кілемдерді жуа береміз. Бұл барлық кілемдерде емес. Өте қатты кір, өте қатты ескі кілемдерде экстрим жақсылап тұрып, бұл кілемді ағарту керек. Маған отбеливатель ағартқышы жақсылап сіңіп, ескі кілемді кішкене болсын ағартып, қараңыз, тазартады деп жатқан жоқпын, ағартады. Бір том болсын, мынау өңі, түсі ағарады. Сол кезде бұны қабылдаған бағана келіншектер, тапсырыс берген кілемнің егелері бұл кілемді көрген кезде ендігі жылы басқа сіздің бәсекелестеріңізге, конкуренттеріңізге енді кетуі өте қиын енді. Бұндай сападан кейін. Кілем енді көбіктің түсі қандай болып тұр? Кішкене қаралау. Кішкене қаралау болып тұр. Қаралау болып тұр, кір бетіне шығып жатқаны белгілі, белгілі. Алеке, болды, жеткілікті. 4 минуттан да асып кетті. 4 минут болды. Енді бұны орап, ана жерге қойып қойық. Ешқандай уақыт жоғалтпаймыз, жігіттер. Ол қате. Бағана замачивать еткенге уақыт көп кетеді. Енді цехта бірталай орын бар ғой, ана жерге орап, боя салуға болады. Енді мына кілемімізді, Алеке, өзіңіз бағанан бері осы кілемді жақсы көріп тұрсыз ғой, қатты кір деп. Ал, давай, төсейік. Бұл кілем негізі, шындықты айту керек, шерстяной кілем. Бірақ айтты ғой, шерстяной кілемге отбеливательді, ағартқышты қолданған дұрыс емес деп. Бұл енді краскасы шығып, бұл болған кілем. Енді осы жерде бір эксперимент жасайық. Бұл кілемнің краскасы ағып, бұзылып кететін болса, бүкіл жауапкершілікті өз мойныма алайын. Бұзылған болса, жап-жаңа кілемді сөз берем, өзім алып берем. Жарайды ма? Келістік па? Ради эксперимента. Ал, шерстяной кілемді де эксперимент жуып көрейік. Енді бірақ біз жума дейміз, кейбір жігіттер рисковать етіп, жуат екен. Осы жолда жуайық. Бұзылса, жарайды. Карпакс мекемесінің, Карпакс отандық өнім маркасының атынан Төле би ауылына жаңа кілемді алып беруге мен өзім кепілдік сөз берем. Ал жігіттер, скрибок. Бағана Чеченстанда түсірген видеоны тағы да қосам. Ұзын шалғының сабын қолданған дұрыс. Бел ауырмайды, шаршамайсыздар, және қолыңыз ұзаққа жетеді. Мынаны максимально басамыз. Максимально суын шығарамыз. Қаттырақ бас. Мына өсіп бітірген кезде байқадыңыздар ма? Кірдің 50% шығып кетті деп айтуға болады. Кір суымен бірге. Сол кезде шампуныңыз өте жақсы жұмыс істейді. Сосын құйған суыңыз кілемнің ішіне толығымен сіңіп, жерге ағып кетпейді. Қайталап айтайын. Өйткені мен бұны айтып келе жатқаныма 8 жыл болды, бірақ кейбір жігіттерге біз бұны жасатамадық, ренжит, жұмысымызды ауырлатып жіберіңіздер деп. Кілем жуу оңай бір кәсіп емес негізі. Көбісі ойлайды бұл жеңіл кәсіп екен деп. Жеңіл болса екінің бірі бұл кәсіпті ашып байып кетпейді ма? Міне, сіздер сияқты мықты білектерінде күші бар жігіттер ғана істейтін бұл кәсіп. Ал, бұл кілеміміз қанша, нешеден неше жігіттер? 1,5-2. Неше квадрат болады? 4 квадрат болады ма? Жарайды, 3,5-4 литр құйсақ жетеді. Кілеміміз өте кір болды, видеоға түсірдік. Бірақ бұл кілем жүн кілем болғандықтан, шерсть кілем болғандықтан бұны замачивать етпейміз, орап қоймаймыз. Бұны
tezірек, мүмкіншілікті тезірек жуып, тезірек шайып, тезірек сығамыз. Енді отбеливатель міне қосылды. Қазір сыққаннан кейін көреміз. Видео қатты ұзақ болмасын деп тоқтатып тұрайын. Кремнің бетіндегі көбіктің түсі қандай болып тұр? Қара. Ха? Қара, кір. Қап-қара, иә? Аха. Қап-қара кір. Қап-қара. Ол шампунь жақсы жұмыс істеп жатыр деген сөз, дұрыс па? Иә. Бұл жігіттер, Али, бұл кілемді ұзақ жууға болмайды. Бұл шерсть кілем, краскасы ағып кетуі мүмкін. Кілем созылып кетуі мүмкін. Деңгейін бұзып алуы мүмкін. Сондықтан бұны тез шаямыз. Ал давай басайық шаюға. Бол. Ұзақ жуудың қажеті жоқ. Бол, бұның кірі тез кетеді өзі. Тем более бұның ішінде отбеливателіміз бар. Жігіттер, қолымызға шелек ұстаймыз да, тезірек үстіне су құйып, шайып, тезірек сығып тастауымыз керекпіз бұны. Керемет, өте керемет. Міне, кірді қараңдар, міне. Бір 2-ақ минут жуылды, бұны, 2-ақ минут. 3 минутқа да жеткізген жоқ, міне. Ал давай, бір жігіт скрибокпен итерсін, жақсылап тұрып. Міне, скрибоктың пайдасы осы. Ең маңызды құрылғы ротор емес, центрифуга емес, ал керек болса шампунь да емес деп айтайын. Ең маңызды біздің құрылғымыз бұл скрибок. Қаттырақ басайық, жігіттер. Тепсе төмір үзетін жігіттерсіңдер ғой. Төлебейтін жігіттер негізі мықты болады. Қатты бас, идер. Тағы да бір 2 рет шаямыз бұл кілемді. 2 рет шаямыз. Видеоны тоқтатып түсіреміз. Жігіттердің іштері пісіп кетпесін. Көріп жатқан жігіттер ойлайды ұзақ видео екен деп. 2-3 рет тағы да шаямыз, сосын сразу сығамыз бұны. Мына жігіттер екінші рет шайып жатыр, дұрыс па? Екінші рет шайғанның өзінде әлі кір шығып жатыр. Дұрыс па? Қараңдар, міне. Идер. Міне. Бұл кремді 3 рет, 4 рет шайған дұрыс. Бірақ көбісі тағы да айтайын, ренжит. Ербол кеп жұмысымызды ауыр қылып кетті. Міне, қап-қара қара кір шығып жатыр. Ол кепкеннен кейін бәрібір де қалады бұл. Шаң боп бетіне шығады, сосын шампуньнан көресіздер. Давай, тағы да шаямыз. Жоқ, шаямыз. Әрине. Мен енді ерінбей 400 километр осы жерге келдім, Алматыдан. Енді сендер бір 2 минуттарыңды қиып, бір 2-3 рет шай жіберіңдер. Ерінбеңдер. Мына қараңдар, 3-ші рет шайып жатырық. Әлі кір шығып жатыр, дұрыс па? Әлі кір шығып жатыр. Бұл кір лай ғой, лай су сығып болғаннан кейін, кепкеннен кейін бетіне бәрі де шығады бұл, шаң бұл. Жігіттер, 4-ші рет шайымыз. 4-ші рет. Міне, 4-ші рет кетті. Әлі шығып жатыр. Кірі. Лай су деп айтуға болады. Бұл кір емес, бұл суға езіліп, бетінен шық болған кір лайға айналып тұр. Кілемнің өзінде кір қаған жоқ. Кілемнің түгінде жабысып тұрған кір жоқ. Енді не істейміз жігіттер, бұның үстіне әшейін су құямыз да, орап, центрифугаға жібереміз. Болды, бұдан кейін скрибок жасамай қойсаңдар болады. Бірақ жақсылап шылқылдатып тұрып центрифугаға салған дұрыс. Любой кілемді, кез келген кілем, синтетика болсын, шерсть болсын, шеги болсын, центрифугаға салмас бұрын шылқылдап тұрған сумен бірге салсаңыз, ішіндегі бүкіл бағана лайы үлкен қысыммен тез шығып кетуіне оңай болады. Үстіне де бір шелек су құйып жіберіңдер, жігіттер. Үстіне бір 2 шелек су құйып жіберіңдер мынаның үстіне. Ол да дұрыс, міне. 2 шелек, тағы да бір рет. Тағы да бір рет. Енді центрифугаға жібереміз. Ой, молодец. Бәрекелді. Өте риза болып отырмын, крем жуып жатқандарыңа. Мен кемек қойсам да болады екен ғой, бәрін біледі екенсіңдер ғой. Ал давай. Енді жігіттер, бұл сығылғам дегенше, ең бірінші бағана кілеміміз бір 10 минуттай тұрды ғой. 10-15 минут тұрды. Бірінші кілеміміз жайық. Бірінші кілеміміз, ең бірінші 15 минутқа қойдық көбігімен бірге. Өте керемет, міне. Жақсы езіліп тұр. Болсын үстіне су қоямыз енді. Бір 10 минут, 15 минут тұрды, Али? Ал давай. Өте керемет. Жақсап тұр, су шашайық. Ана шлангадағы суды салып қойып, тола берсін ананың ішіне. Ал бір жігіт уақытты жоғалтпасын скрибокпен. Али өзің жуасың, өзің шашасың, өзің итересің. Міне, қараңыздаршы ма? Әлі сығылмаған кілем. Міне қалай жуылды.
ақ жерлеріне мән берсеңіздер, ақ оюларына өте керемет жуылды. Ағартқыштың өзі лай суды ағартып жіберді. Отбеливательдің өзі. Бұл отбеливательді құр отбеливатель деп қарауға болмайды. Бұның ішінде 7-8 компонент бар. Бұл ағартады, дезинфекция жасайды, шампунның күшін көбейтеді, иістерді өлтіреді. Бағана неше түрлі жағымсыз иістер болады. Нәскидің иісі, құсықтың, кішкентай балалардың бүлдіріп қойғаны, мынау ит мысықтардың бүлдіріп қойған иістер болады. Соларды да жақсы кетіреді мынау. Қосымша қосып жатқан отбеливатель экстреміміз. Жігіттер, бір рет шайдыңдар ғой, бұлай болмайды ғой. Бір рет шайдыңдар ғой, 2 рет шайымыз тағы да, бұл болмайды. Ашамыз, тағы да шайымыз. Болмайды, тағы да шайымыз. Өйткені бұл лай ішінде қалып кетуі мүмкін. Шайдыңдар тағы да, ерінбеңдер. Сапалы кілем жууды осыны айтыңдар. Бір рет шаюмен болмайды. Мысалы, өздеріңіз үйде бір тазикте бір киім жуатын болсаңыз, жоқ дегенде 3 рет шаямыз. Ысаяқ жуғанда да аналарымыз, келіншектеріміз 3 рет шаяды. Неге? Кірі, лайы, сабынның несі бәрі кету керек. Сабын дұрыс кетпей қалса, кілем жабысқақ болады. Жабысқақ болып, кілем қатты-қатты болып қалады. Ал жақсылап дұрыс шайылған кілем үлпілдеп, жүп-жұмсақ болып тұрады. Жігіттер, былай істейік. Мына кілемнің үстіне бір су қоямыз да центрифугаға жібереміз. Мынау екінші жуылған кілем, дұрыс па? Екінші жуылған кілем. Бұл да өте қатты кір болды. Ашайық бұны. Міне көбігі жақсы бетінде сіңіп, кірді езіп тұр. Ал енді суымызды жақсап қойайық. Шкребок максимально қатты басамыз, максимально. Міне. Қалай ойлайсың? Қазарды қолым, қазарды. Бар ма нәтиже? Бұл кілемде бір 3 рет шай жіберейік, өте қатты кір болған. Міне, кір қалай шығып жатыр, Тағы да бір 2 рет басып жіберші. Міне, әлі кір шығып жатыр. Бұл кілемді 3 рет шайымыз, ерінбей. Давай. Ал жігіттер, бағана ең бірінші жуған кілемімізді ашайық. Ең бірінші жуған кілеміміз. Оны қазір шаямыз жақсылап. Өте керемет сіңді. Бір 10 минут, 15 минут тұрды. Неғұрлым көп тұрса, соғұрлым жақсы. Синтетикалық кілемдер ағартқыштан қорықпайды. Бұл да қатты кір болған, Ал давай шайық, жігіттер. Іскесет. Су молырақ шаш. Енді бұл кілемді жоқ дегенде 3 рет шаю керек. Көбі сұрайды қанша рет шаю керек деп. Негізі, әлі. Оның жауабын тек қана сіздер білесіздер. Мөлдір таза су аққанға дейін шаямыз. Лай су шығып жатса, онда қайта-қайта шая берген дұрыс. Мына кілеміміз өте лай шығып жатқан жоқ. Өйткені отбеливательіміз лайдың бәрін ағартып жіберген ғой. Көрдіңіз ба? Сондай құдіреті бар да оның. Мына кілемімізде мүлдем кір қалмады деп айтуға болады. Қанша жерден кір болса да, бірақ кірі аз. Сондықтан қазір бұны екінші рет шайып, үшіншіде суды құйып, үстіне центрифугаға сығуға жібереміз. Енді көбісі мынандай сұрақ қояды, центрифугада кілемді неше минут сығамыз деп. Негізі менің санауым бойынша, оны кейін бөлек видео түсірем, сіздерге дәлелдеп беру үшін. Ең аз дегенде 4 минут сығамыз кілемді, ең аз дегенде. Кейбір кілемдер 6, 8, 10, 12 минутқа дейін сығу керек. Мен көп жерлерді аралап көріп жүрмін, 2 минут, 3 минут сығып жүргендер бар. Ол бүкіл лайдың бәрі кілемнің ішінде қалады. Одан кейін дұрыс кеппейді кілем, кебуі де ұзақ болады. Одан кейін лайдың бәрі ішінде қалады, кепкен соң бетіне шығады. Қайталап айтып отқаным сол. Ал енді центрифугамызға жіберейік. Ал салайық та, мына кілемді жоқ дегенде 4-5 минут сыққан дұрыс болады. Енді тоқтата, болды, есігін жап. Айналдырып барып жауасыңдар ма есікті? Жарайды. Ал, құрметті кілем жуу қауым, бүгін міне Шу қаласы, Төле би ауданы, елді мекені, өзімнің туып өскен жерім, кіндік қаным тамған жер. Сондықтан бұл жер маған ыстық. Әлекең, осы 8 мартқа дейін бір звонок жасадыңыз. Ербол аға, бізге келіп кетесің бе деп. Мен не деп айттым? Бір шайың дайын болса, келе саламыз ғой, мына тұрған жер. 300-350 километр, Құдайға шүкір келдік. Толық атыңыз? Абуталип болады. Абуталип.
мекеменің аты кілем жуу орталығы Стамбул. Стамбул кілем жуу орталығы. Кілем жуумен неше жыл болды айналысып жатқаныңызға? 5 жыл асты. 5 жыл болды. Осы Төле би ауданында ашып жатқаныңызға қанша уақыт болды? 3 жыл. 3 жыл болды, иә? Дұрыс. Осыға дейін кілемдерді қандай шампунмен жуып келдіңіз? Қандай жуғыш затпен? Турецкий шампундар ғой. Турецкий, иә? Енді былай айтайын, турецкий деп айтпайық, шетелдік шампун деп айтайық, иә? Шетелдік. Ал енді шетелдік шампуннан қазір бүгін көріп отырып, қандай шампунға өтіп отырсыз? Карпакс. Карпакспен жуып келатқаныңызға неше болды? Бір жарты жыл болып. Жарты жылдай болып қалды, иә? Өте дұрыс. Өйткені Карпакс актив. Карпакстың шыққанына 1,5 жыл болғанымен де активтің шыққанына мына бір жылдай болып қалды. Отандық өнім деп айтып келе жатқан шампунымыз осы. Өту себебіңіз не? Таза болмағаннан кейін кілемдер дұрыс ашылмаған. Бұрынғы шампунмен, иә? Шампун дұрыс ашылмағаннан кейін. Шетелдік шампунымыз. Осыны Карпакс не көріп енді, тексеріп қалай болады екен деп. Жарты жылдың ішінде нәтижесін беріп отыр. Көзқарасыңыз бұл сапаға өзгерді ме, өзгерген жоқ па? Өзгерді, күшті болды. Ұнап жатыр, жақсы ашылып, жақсы тазаланып, көпір күшті көпіріп дегендей. Клиенттер де ырза болып отыр бізге. Рахметтерін айтып жатыр, иә? Дұрыс. Бірақ сонда да мына шампун қанша жерден сапалы болған қарамастан бәрі де мені шақырттыңыз. Өйткені қанша жыл мына 10 жыл жұмыс істеп жатқан кілем жуатын мекемелері бар, иә? 5 жыл болсын, 7 жыл болсын, 1 жыл болсын, бәрібір де бір кемшіліктер болады. Дұрыс қой? Неге болады? Оны да айта кетейін. Өйткені сіздер өз мекемеңіздің сыртына көп шықпайсыздар. Мысалы, ана конкурентке барсаң, конкурент саған есігін ашып, келмей саған үйретейін деп, көбісі екінің бірі айта бермейді. Дұрыс қой? Сондықтан бағана сіз 5 жыл бұрын қай системаны үйрендіңіз, тек қана сол системамен кетесіздер. Иә? Мүмкін енді әркім өзінің идеясын қосады, өзінің бағана тәжірибесін қолданып ұлғайтады деген сияқты. Бірақ дегенмен де бағана бір мекеменің ішінде жұмыс істеген кілем жуатын жігіттер сол қалпы қалып кетеді көбісі. Ал енді біз шетелге барамыз, ресейлік әріптестермен араласамыз, Өзбекстанымыз бар, Түркменстанымыз бар, Украинамыз бар. Бүкіл Қазақстанды аралаймын, сіздерге бірінші үйретемін, сіздерден бірінші үйреткен кезде өзім де сіздерден бірінші үйренемін. Иә, мен де мысалы бағана аяқ қолым салбырап, туласап кілем жууды үйреніп дүниеге келген жоқпын. Менің де сіздерден көп үйреніп жатқан, алып жатқан тәжірибем бар. Сондықтан бағана мен келіп, сіздерге максимально пайдам тигізіп, тәжірибемен бөлісіп, кейбір нюанстар бар, соларды көрсетіп кетемін. Иә, бір тиын ақша алып жатқан жоқпыз. Солай ғой? Иә, бір қара шайдарыңызды берсеңіз болады, бермесеңіз оған да ренжімейміз. Иә. Енді Әліке, менің келіп кетуім сізге қаншалықты пайдалы болды? Кейбір бағана нюанстарды көрдіңіз, иә, суды көбірек шығару керек скребокпен. Мынандай қатты кіргілемдерді 2 рет жуудың орнына бір 15-20 минут, жарты сағатқа өсіп қоя салғанда, ешқандай зиян жоқ, пайдасы болмаса. Жақсы Әліке, өсіп қонақ қылып шақырып жатсыздар. Карпакс отандық өніммен бірге бол деп басқа әріптестеріңізге ұсынасыз ба? Әрине ұсынамын бәріне, жалпы. Карпакс көріңіздер, тексеріп көріңіздер, ұнайды бәріңізге, ұнайтынына сенімдімін өзімде. Иә. Өзің кепілдік бересің ба сапасына? Өзім кепілдік беремін. Жақсы Әліке, рахмет. Алла разы болсын. Алла сізге берекесін берсін. Мына шампунды бағана сізге қалдырам, 5 литр. 1 литрден қосып, 5 бочка, енді сізге 120 ғой. Яғни 60-пен салатын болсақ, 10 рет крем жууға, яғни қанша 100 квадрат, 10-ға көбейтіп болса 1000 квадратқа дейін мынау жетеді сізге. 5 литрдің өзі 1000 квадратқа жетеді. Ал енді 20 литрлік алып келген болсам, ол 4000 квадратқа жететін еді. Карпакспен бірге болыңыздар, Әліке? Так, жігіттер, 4 минутымыз өтті, иә? Енді кілемімізді шығарып мына жерге жайайық. Давайте, ерінбейік. Ревер шоқ па, қолмен айналып отыратын? Көпкөмен басып. Ревер шоқ па? Жарайды. Ал жерге төсейік. Бұл ең бірінші жуылған кілеміміз. Иә, о, керемет. 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 Міне. Жай түсірейін. Асықпай, мына видеоны көретіндер көрсін. Ал Әліге, өз ойыңды айтшы. Айта қойшы өз ойыңды. Ағар тап-таза қолы. Тазарып тұр ма? Иә. Ал бауырым, не де айтасың? Өз ойыңды айтшы. Өз ойым нәтиже бар кәдімгідей. Өзгеріс болып жатыр. Жақынырақ айт. Нәтиже өзгеріс болып жатыр. Енді сіз келіп бізге үйреткен соң, бізден нәтиже шығып жатыр. Кәдімгідей ағарып, тазарып, кәдімгі өзгерістер бар былайша айтқанда. Кәдімгідей өзгерістер болады.
рас па еке? Дұрыс, иә. Тап-таза болып ағарып қалды. Бұл енді кілем әлі кепкен жоқ қой. Кепкен кезде мына жер қараңғы болып тұр да. Мысалы далаға ілетін болсақ, ол мүлде тап-таза болатын еді. Міне. Стамбул кілем жуу орталығында, Төле би ауданында, Шу қаласында өстіп білімімізді, тәжірибемізді бөлісіп жатырмыз. Өте керемет. Жақсы. Мына жігіттерге де үлкен рахметімізді айтамыз. Өстіп өздері шақырып білімімізді ұлғайтамыз деп. Көбісі сіздер сияқты емес. Келіп үйретейік десек керек емес. Өзіміз ақ бәрін біліп аламыз, өзімізде жақсы боламыз дейтіндер бар. Енді көп емес, бірақ сіздер сияқты білімін ұлғайтамын, ары қарай өсем, өнем деген жігіттерге мен өте ризамын. Рахмет. Өтірік айтып не Әлеке, камераны өшірдім, мен шындығында айта берсем болады. Жоқ, шынымен де ағарды. Ағарды ма? Біздікіде енді бұған жетпесе де более-менее бар еді, бірақ енді ол күшті ғой, кәдімгі көзге аппақ көрініп қалды. Енді әрине қосымша қосамыз. Біз көп не алмаймыз ғой просто жаңағыдай айтқандай. Су себіп не көп түсінбеймін. Бір жуамыз да, жақсы, бір қырып аламыз да, сосын ше. Ойлап жібереміз, сосын ана салып, и дальше не қылып жібереміз да, суда өтіп деген керек болса, керек болмаса еппейміз. Иә. Жаңа сіз айтқан тек қана анау несі жақсы болады екен ше, аты жаңағыдай қатты қуат дедіңіз ғой, білесіз ба? Сол енді кәдімгі нәтиже берді мен айтсам ше. Ол алдын өзіңіз айттыңыз қатты оқыған дедіңіз ғой, мына өзі кәдімгі аппақ жұмсақ болып тұр да ше. Тұз шайылса жұмсақ болады. Иә. Сосын бағана 10-15 минут бағана замачиваться етіп, сіңіп тұрса, ол да өте өзінің берекесін береді. Жақсы, рахмет сендерге. Рахмет. Алла берекесін берсін істеріңе, тірліктеріңе.